Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, тамақты оң қолмен жеңіздер дейді. Сол қолмен тамақ жемеңіздер деген. Өйткені сол қолмен шайтан лағынеті тамақтанады. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады тағы да, тамақты бисмиллямен бастаңыздар дейді. Бисмиллямен басталған тамаққа шайтан лағынет ортақтас, табақтас бола алмайды екен ғой. Бисмиллясыз басталған тамаққа шайтан лағынеті табақтас болады. Бұны Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге ескерткен. Енді бізде айтып жатады, оң қолмен же, сол қолмен же, не айырмашылығы бар, екеуі де бір қимыл, бірдей емес па деген сияқты. Жеке мен өзім оң қолмен жеу, сол қолмен жеудің медицина жағынан қандай пайдасы бар, қандай зияны бар білмейді екем. Бірақ шариғат жағынан айтайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір нәрсені істе деді ма, бұда міндетті түрде бір пайда бар. Егер Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір нәрседен қайтарды ма, бұда міндетті түрде бір зиян бар. Оны біз білмейміз оны. Қараңыз, осы күнге дейін сіз сол қолмен жеп келдіңіз. Ойбай, сіз күнәһарсыз деп мен айта алмаймын. Бұның сіз пайғамбардың сүннеті екенін білмедіңіз ғой. Енді бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның оң қолмен жеу сүннеті екенін естідіңіз ба? Сіз мұсылман ретінде пайғамбардың сүннетіне деген махаббатыңыз үшін енді оң қолмен жеуге сізге тура келеді. Енді әрдайым оң қолмен жеп жүріңіз. Қандай пайдасы бар, қандай зияны бар, қажет емес, жарайды. Жай оң қолмен жеңіз да, не үшін десе, бұл пайғамбардың сүннеті деңіз. Сіз осы үшін сауап аласыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннеті деп орындағаныңыз үшін сауап аласыз. Қараңыз, сахабалар бір талдың астынан өтеді екен. Сонда жаңағы басын бұғып өтеді екен кейбір сахабалар. Бойы да жетпейді ол талға. Кейін сұрайды ғой оны байқаған адамдар. Сен басыңа тимейді да ғой ол, не үшін басың бұғып атсың десе, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы жерде басын бұғып өтетін дейді. Бір жерлерге келген кезде бір сахабалар, бір жерден секіріп, ырғып, секіріп өтеді екен да. Оны байқаған адамдар, не үшін секіріп жатсың десе, еш нәрсе жоқ қой, не үшін секіріп жатсың теп-тегіс жерде десе, кезінде енді бір кедергі болды ма, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы жерге келгенде секіретін дейді. Бір жерге барған кезде бір сахабалар бар, кішкене отырып, қайтып тұрып жүреді. Әрдайым осыны тура сол жерде қайталайды. Кейін басқалар сұрайды ғой, не үшін оны істеп жатсың десе, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы жерде отырып тынығатын дейді. Қараңыздар жігіттер, сахабалар несімен ұлы болды десе, сүннетке деген махаббатымен. Сіз осы оң қолмен жеуді, бисмиллямен жеуді оң қолға алыңыз. Жарайды, қандай зиян, қандай пайдасы бар дегенді айтпай-ақ қойыңыз. Жай, оң қолмен жеуді қолға алыңыз, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті болғаны үшін. Сахабалар сүннетке берік болған үшін ұлы болды ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, маған қияметте ең жақын болатын адамдар, біріншісі ең салауат көп айтқан адамдар, екіншісі Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін ең көп орындағандар. Ал енді бұның бір зияны бар ғой, бұның айтайын. Сіздің енді осыдан кейін сол қолмен жей бастасаңыз ше қайттан, сіздің сүннетке деген құрметсіздігіңіз болады. Бұл ағайындар сіздің дінге деген ықыласыңызды азайта береді. Сүннетке деген махаббаттың азаюы, исламға деген ықыластың азаюы болады, ағайындар. Сіз бір сүннетті жаңартыңыз, оң қолмен пайғамбардың сүннетін орындай бастаңыз, Алла тағала сіздің исламға деген біліміңізді аша береді, жүрегіңізді аша береді. Сол үшін жігіттер, орындайық, оң қолмен жейік. Жүрген жерімізде айтайық, аға, байқап қаласыз ғой бір адам сол қолмен жеп отқанын. Аға, оң қолмен жеңізші. Оны астағфиралла деп онымен айқайласу керек емес, онымен. Құрмет қылыңыз да былай жеткізіңіз. Оң қолмен жеңізші деп. Не қылады екен десе, пайғамбардың сүннеті ғой.